Бүгінгі видеода өздеріңізге уәде бергендей тізе қақсап ауырса, басылмай тұрса, үй жағдайында қандай ем қолданамыз, сол туралы айтатын боламын. Сәлем құрметті алтын достарым, видеоны жалғастырмас бұрын каналыма тіркеліп лайк басып және достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Мүмкін бұл ақпарат достарыңызға қажет болып қалар. Тізесі ауырып отырған адамдармен, туыстарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Тізе қақсағанда үй жағдайында емдеу үшін бірінші жұмыртқаның сары уызын аласыз. Сары уызын ақ уызынан бөліп аласыз. Сары уызын алып бір қасық тұз саласыз. Жақсылап екеуін араластырасыз. Тұз еріген соң 4 слой бинт аласыз. 4 қабат бинт аласыз. Сол бинтқа жаңағы қоспаңызды жағасыз. Байлап қоясыз. Тізеге жабыстырасыз. Сыртынан тағы бір қабат бинт орайсыз. Содан кейін эластичный бинт деген бар, аптекада сатылады. Соны орайсыз. Сосын жылы матамен үстіне тағы да орап қоясыз. Сонымен 1-2 сағатқа қоясыз. 1-2 сағатқа қойғаннан кейін алып тастайсыз. Сосын тізеңіз басылғанша осы процедураны күнде жасап жүресіз. Бұл қоспаны дайындап отыратын уақытым жоқ, немесе қатты шыдатпай баратыр десеңіз, онда лейкопластырь алып қойыңыз, Алиэкспрессте бар. Сол лейкопластрдың сілтемесін сізге керек болса описанияға жазып кетемін. Осымен видеом аяқталды. Пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып және де достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар.